Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Біз бүгін 3-ші бөлімді өтеміз. Самгуа. Енді осы кітап бойынша өтіп жатырмыз. 우리 같이 시험 공부할까요? деген тақырып бойынша сабақ өтеміз. Біз бірге емтиханға дайындаламыз ба? дейді. Осы ережені түсіндіремін. Деген. Бүгін біз 운동, спортқа байланысты сөздерді өтеміз, спорт түрлерін. Алғашқы өтетін сөз 농구. 농구하다. Баскетбол ойнау. Жалпы 농구 дегеніміз баскетбол деген сөз, 농구하다 баскетбол ойнау деген сөз. 축구. 축구하다. футбол ойнау. 야구. 야구하다. бейсбол ойнау. Жалпы Кореяда осы негізгі екі адамдар көп ойнап қызығатын, баратын ойындар осы 야구 мен 축구. 축구 мен 야구. Келесі 배구. 배구하다. волейбол ойнау. Аттары солай кішкене қызық естіледі. гу, 농구. Бәрі гумен аяқталады екен. Менің ойымша Қытайдың сөздері сияқты. Келесі 수영하다. 수영. жүзу. 태권도하다. 태권도мен айналысу деп айтамыз ба? Қазақша қалай аударамыз? Астына комментарийлерінде жазыңыздар. йога. йога하다. йогамен айналысу. 줄넘기. 줄넘기하다. секіргіш. Секіргішті секіру. Біз бұрын скакалка деп айтатын едік қой. джогин. джогин하다. джогин하다. Бұл ағылшынша сөзден ала салған. жүгіру. джогин деген. Келесі біз мына жерде хадамен аяқталатын спорттың түрлерін өттік. Хада дегеніміз жалпы істеу деген сөз ғой. Істеу, айналысу, бір нәрсе жасау. Яғни бұл жерде біз мысалы тэквондо болсын, жүзу болсын, біз барлық денелерді шүйлерін қолданып, ары бері жүріп ойнаймыз. Ал келесі олар өтетіндер чидамен аяқталады. Чида деп айтады. Чида деген жалпы ұру деген сөз. Мысалы теннис болсын, басқа бильярд болсын, олардың бәрі біз ұрып ойнайтын болғандықтан ол сөздерге чиданы қолданады. Теннисі чида. Теннис ойнау. Үлкен теннис. боулинг. боулинг하다. чида деп екеуін де қолдана береді екен. Өйткені бұл жерде жүгіріп барып лақтырады дейді. такку. такку чида. Үстел теннисі ойнау. гольфі. Екеуі бірдей шығады екен. гольфі чида. гольф ойнау. тангу чида. бильярд ойнау. 배드민턴 чида. badminton деп ойнау. 스키 타다. 스키를 타다 айтады. ағылшын сөзінен ала салған жай ски деген. шаңғы тебу, шаңғымен сырғанау. сноуборд를 타다. 스케이트를 타다. 스케이트 коньки тебу. одан кейінгі сноуборд를 타다. сноуборд
тебу. Енді байқасаңыздар, соңғы үшеуі тадамен аяқталды. Өйткені ол спорт түрлері, мысалы шаңғының, сноубордың, конькидің үстіне шығып ойнаймыз. Автобустың үстіне шығып отырған сияқты. Сондықтан біз тада дейміз. Тада дегеніміз жалпы төбесіне шығуды айтады. Аяқпен. Келесі ережелерді өтеміз. N-ға ілкаю деген жалғаймыз. N зат есімге. N-ға N-іміз В ғой. Мына жерде. Етістікке жалғаймыз. Неге істейік бе дегенге сәйкес келеді. Бірге жасаймыз ба деген. Бір нәрсені істеуді ұсыну немесе жаңағы досының қасында ой пікірін сұрауды айтады. Егер етістіктің түбірі дауыстымен аяқталса, онда ілкаю жалғаймыз. Егер жалғанады, ал дауыссызбен аяқталса, ілкаю, яғни патчымен аяқталса деген. Әдетте жаңағы тыңдаушы катчи, хейо деп жауап береді. Мысалда көреміз. Не әдеттегідей патчим болса ол ілкаю, болмаса ілкаю деп жалғаймыз. Мысалы, могілкаю, тадылкаю, терезені жабайын ба дейді, жабамыз ба дейді. Тырылкаю, могіл тырылкаю, музыка тыңдаймыз ба дейді. Калькаю, барамыз ба. Полькаю, көреміз бе. Нонгу халькаю, баскетбол ойнаймыз ба дейді. Деген сияқты. Және бұл жерде байқасаңыздар, тытта. Ол бізді L дұрыс емес етістігі, Т дұрыс емес етістіктері, ол әрине Т-дағы L-ға түрленеді. Сонда тыройо деп айтатын ғой. Сол сияқты тырылкайо болады. Нольда, ол да сондай дұрыс емес етістік, L дұрыс емес етістігі. Оған негізі біз мынандай жалғайтын қой. Илкайоны. Бірақ уже L бар, сондықтан мынаны жалғайтын қой. L болғандықтан жай ғана кайоны жалғай саламыз. Мандылкайо. Ол да дәл солай. L бар, сондықтан кайоны жалғай саламыз. Мандылкайо болады. Мысалы, Охуэ чохаго качи но нонсу нонгу халькайо. Түстен кейін екеуміз мен бірге баскетбол ойнаймыз ба дейді. Не, 좋아요. Я, жақсы дейді. Екінші мысал, 저하고 같이 점심 먹을까요? бірге түскі ас ішеміз ба дейді. Бірге тамақтанымыз ба деп солай ұсыныс білдіріп тұр. Және сұрап тұр. Не, 좋아요. Я, жақсы, давай, жарайды. 뭐 먹을까요? Не жейміз? Не жейік те? 비빔밥 어때요? 비빔밥 жесек қалай болады? Жесек. Bibimbap қалай дейді. Тамақтың келесі бөлімде өтеміз, негізі тамақ түрлерін. Сол кезде суретімен түсініп көрсетеміз. Екінші. N ина N. Жаңағы бір зат немесе екінші зат. Зат есімге жалғанады бұл. Бірақ оже және күджоге деген сияқты сөздері бар, өткен шақта қолданылмайды. Осы шақ немесе келер шақта айту үшін сол кезде ғана қолданылады.
енді біз білетініміздей подчим болса ина, болмаса нан шалғаймыз. Болса мысалы пабина пан, жаңағы күріш немесе нан дейді. 지하철이나 버스, метро немесе автобус. 금요일이나 토요일, жұма күні немесе сенбі дейді. 버스나 택시, автобус немесе такси. кофе나 우유, кофе немесе сүт. 기숙사나 도서관, жатақхана немесе кітапхана. енді мысалмен көрсетейін. мысалы 백화점에 어떻게 가요? сауда орталығына қалай барамыз? қалай барасың? 버스나 지하철로 가요. автобуспен немесе метромен барамын. немесе 지하철이나 버스로 가요 десек те болады. метромен немесе автобуспен барамын. 언제 만날까요? қашан кездесеміз? қашан кездесейік дейді. 금요일이나 토요일 저녁에 만나요. 어때요? жұма немесе сенбі кешке кездесейік. қалай? болады ма деген сияқты деп сұрап тұр. осымен екінші неміз аяқталды. үшінші өтетін ереже n하고 같이. nмен бірге. бір латынмен бірге деген сөз. 같이 деген сөз бірге деген сөз. енді мысалы басқа ешқандай түсіндіретін нәрсе жоқ, керегі жоқ, қажеті жоқ. енді мысалмен бірден түсіндірейін. 바이라 씨가 친구하고 같이 운동해요. 바이라 мырза досымен бірге спортпен айналысып жатыр. жаттығу жасап жатыр. немесе жаттығу жасайды деп сондай. осы шақта жасаудағы сөйлем. бірақ былай айтуға болмайды. 바이라 씨가 친구 같이 운동해요 деуге болмайды. 같이 деп айтатын кезде 하고ны алдына қолдану керек. бірден 같이ді жалғауға болмайды. екінші, 누구하고 같이 영화를 봐요? 영화를 봤어요? кіммен бірге кино көрдің? 제 동생하고 같이 영화를 봤어요. менің ініммен бірге кино көрдім дейді. осымен ережелер аяқталды.